Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Ирландия елінің тағамы рагудың рецептімен бөліскелі отырмын. Біздің елімізде бұл тағамды тауық етінен дайындағаны кейін таралған. Ал мен бұл тағамды қой етінен дайындаймын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өте қарапайым дайындалу жолы. Алдымен табамызға майымызды құйып, етімізді 20-25 минут аралығында қуырып аламыз. Барлық керекті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерді әр елдің тағамдарымен таныстырып отыратын боламын. Тәтті бұрыштардың әртүрлі түс-түсінен таңдап алсаңыздар, тағамдарыңызға әдемілік беріп тұрады. Ендігі кезекте сәбіздерімізді де видеодағыдай көлемде турап дайындап алатын боламыз. Сарымсақты да майдалап турап қойыңыздар. Мен осы сельдерейді әрбір тамаққа қосуды әдетке айналдырғанмын. Өйткені дене бітімімізді қалыпқа келтіріп, соны қалыпта ұстап тұратын осы сельдерей болып табылады. Және бізге керегі картоп. Ол картопымызды үлкен көлемде тураймыз. Енді қуырылып жатырған етімізге алма кезек барлығын видеодағыдай салып, қуырып шығатын боламыз. Және тағамымызға дәм беретін тұз бен бұрышты да қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын салып қуырып болғаннан соң соя тұздығын құямыз 2 ас қасықтың көмегімен. Және горчица саламыз, оны да 2 ас қасықпен. Енді тағамымыздың үстіне суымызды құйып, 25-30 минутта жай оттап пісіретін боламыз. Бір қызығы, Ирландия елінің түп нұсқасында бұл құрамға сыра кіреді екен. Қара сыра құйылады екен судың орнына 500 мг-дық. Ал мен енді өзгертіп су құйып дайындадым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жиырма 25 минут өткеннен соң бетін ашып, үстіне көк шөптерді салып, тағы да 10 минуттай бұқтырып қоятын боламыз. Мінекей достар, біздің Ирландия елінің рагу тағамы дайын болды. Енді оны тарелкемізге салып, бетін әсемдеп, отбасыңызға ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын баршаңызға. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерді әр елдің тағамдарымен таныстырып отыратын боламын.